Синдир Тілеспаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 4-ші сыныпқа арналған дүниетану сабағынан видео сабақ жүргізетін боламын. Тақырып: катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын менің мына сұрақтарыма жауап беріңдерші. Көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайындықтарың қалай? Сабаққа ынталарың қалай? Жарайсыңдар. Осындай көңіл күймен сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық? Сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына оқулықтың 75-ші бетіндегі 2-ші жағдайды талқылау және өздерін тұратын аймақта болатын табиғат апатының тізімін жазып келу берілген еді. Барлығымыз орындап, ізденіп келдік деген сенімдемін. Үй тапсырмасын мен кез келген бір оқушыдан сұраймын. Оқушының жауабын тыңдап болғаннан кейін сендер пікір айтып, толықтырулар енгізесіңдер. Жарайсыңдар. Үй тапсырмасын тексеріп болдық. Ендеше барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бізге бағалау критериялары берілген. Әрқайсымыз өзімізді бағалап, балдарымызды жазып отырамыз. Оқушылар, енді барлығымыз ақылды тақтадағы берілген сөздерді дауыстап оқимыз. 1, 2, 3. Катаклизм кезіндегі қауіпсіздік шараларын білемін. Жарайсыңдар. Катаклизм дегеніміз не? Есімізге түсірейікші. Катаклизмнің қандай түрлерін білесіңдер? Өте керемет. Жарайсыңдар. Қалай ойлайсыңдар? Бүгін біз қандай тақырыппен танысамыз? Бүгін біз катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім тақырыбын өтеміз. Бұл сабақта сендер қандай катаклизмдер болатынын есіне түсіресіңдер. Катаклизм кезіндегі қауіпсіздік шараларымен танысасыңдар. Оқушылар, ал енді біз жұптық жұмыс орындаймыз. Сызбаны пайдаланып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сендер тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін екенін айтып беріңдер. Барлығымыз сызбаға назар аударамыз. Жарайсыңдар. Тапсырманы орындап болсақ, барлығымыз бағалау критерияларына назар аударамыз. Ендеше жеке жұмысқа көшейік. Түсіндірме сөздіктен тасқын ұғымына берілген анықтаманы қараңдар. Тасқынның пайда болу себептері туралы төменде берілген мәтінді оқыңдар. Барлығымыз оқулыққа назар аударамыз. Мәтінді оқып болсақ, менің сұрағыма жауап беріңдерші. Су тасқынының алдын алуға болады ма? Жарайсыңдар. Ал енді бағалау критерияларына назар аударамыз. Мәтінді оқып болдық. Ал ендеше мынау кестеге назар аударайық. Бұлардың қайсысы табиғи факторларға, қайсысы адамның іс-әрекетіне байланысты екенін айтып беріңдер. Және де осы берілген кестені толтырыңдар. Тапсырманы орындап болдық. Енді бағалау критерияларына назар аударамыз. Балалар, нені барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Бұл берілген ережені барлығымыз есте сақтаймыз. Су басу қаупі төнгенде қауіпсіз жерге көшіңдер. Ережені есте сақтаңдар. Су басу қаупі төнген жағдайда өзіңмен бірге тамақ, су, жылы киім, медициналық қорап, құтқаратын шеңбер, сіріңкі, жіп, тағы да басқа алу керек. Жоғарғы қабатқа көтерілу, не үйдің төбесіне шығу керек. Құтқарушылар келгенше отырған жеріңде күту керек. Жалау, жарық түсіретін құрал, немесе майшамды жағып, қай жерде екеніңді білдіріп, белгі беру керек. Берілген ережені барлығымыз есімізге сақтап аламыз. Ендеше, мына суреттерге қараңдар.
Су тасқыны кезінде не істеу керектігін парталастарыңмен бірге талқылаңдар. Төтенше жағдайда өзіңді қалай ұстау керек? Қалай ойлайсыңдар? Осыны айтып беріңдер. Ал енді бағалау критерияларына назар аударамыз. Әркім өзінің балдарын жазып алады. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Жер сілкінісі қаупі төнгенде адамдар үйден шығып кетуі керек, оны білесіңдер. Ал жер сілкінісі кезінде атқарылатын қауіпсіздік шаралары мына суретте дұрыс орналасқан ба? Қане барлығымыз ойланып, мына суреттерге мұқият назар аударып қараймыз. Суретті барлығымыз мұқият қарап шықтық. Енді бағалау критерияларына қараймыз. Әрқайсымыз табиғаттың бір бөлшегі екенімізді білуге тиіспіз. Оған зиян келтірсек, өзімізге зиян келтіретінімізді ұмытпайық. Қазір біз 7 минуттың ішінде жоба құрастыруымыз керек. Зерттелетін зат: су тасқыны, стихиялық құбылыс. Зерттеу нысаны: су басқан аймақ. Болжам: су тасқынының қауіпсіздік ережелерін білсең, төтенше жағдайда адам өмірін құтқарып қалу мүмкіндігі. Мақсаты: су тасқынының зардабын анықтау, төтенше жағдай кезіндегі өзіңнің қорғану әрекетіңді білу. Іске сәт. Жобамызды құрастырып болсақ, барлығымыз тақтадағы берілген критериалды бағалауымызға назар аударамыз. Бүгінгі сабақты қорытындылау үшін мен сендерге бірнеше сұрақтар қоямын. Балалар, бүгінгі сабақта біз қандай тақырыппен таныс болдық? Катаклизм дегеніміз не? Қандай катаклизм түрлерін білесіңдер? Ал енді бүгінгі сабақта алған балдарыңды қорытындылап жүйелеп алайық. Бүгінгі сабақта кім жоғары бал алды? Жарайсыңдар. Кім орташа бал алды? Келесі сабақта одан да жоғары бал алуға тырысайық. Жақсы. Ал кім төмен бал алды? Сабаққа ынталарымызды қосамыз. Келесі сабақтарда сабаққа белсене қатысамыз. Үй тапсырмасын жазып аламыз. Үйге тапсырма оқулықтың 70-ші бетіндегі 1-ші және 2-ші жағдайды талқылау. Енді мен сендерге 5 саусақтың суретін көрсетемін. Әрбір саусақты менің қойған сұрақтарым бойынша толтырасыңдар. Қаламдарымызды аламыз да мені мұқият тыңдаймыз. Бас бармақ: өзімді қалай сезіндім? Балаң үйрек: басқаларға көмегім тиді ме? Ортан терек: бүгінгі көңіл күйім қандай болды? Шылдыр шүмек: бүгінгі сабақ ұнады ма? Кішкентай бөбек: бүгін не үйрендім? Жарайсыңдар, толтырып болсақ, маған жібереміз. Бүгінгі сабақ мен үшін өте қызықты өтті. Сендер де сабаққа белсене қатыстыңдар. Сабақ аяқталды.